Ассаламу алейкум достар, біз саяхатымызды ары қарай жалғастырамыз. Бүгін біз Самарқандамыз. Ташкенттен Афросияб пойызына мініп, бар болғаны 2 сағатта Самарқанға келіп қалдық. Сосын бұнда бір күн ғана болатынымыз себепті мынандай шағын қонақ үйге тоқтадық. Ал мына жағымызда Регистан көрініп тұр. Қазір сол Регистанға қарай барамыз. Самарқан әлемдегі ең көне қалалардың бірі. Самарқанда биік үйлер көп емес, есесіне көне тарихи ескерткіштерін қызғыштай қорғайды. Регистанға кірейін деп тұрмыз. Бағасы оларша 30 000 сом, бізше 1200 теңгенің айналасында ғой. Шетелдіктерге сондай. Ештеңені бұзбайды, сол қалпында сақтауға тырысады. Соның себебінен болса керек, мұнда туристерге көретін жерде, аралайтын орындар да өте көп. Оларға кезек-кезегімен тоқталайын. Регистанға келіп тұрмыз. Артымнан өздеріңіз жақсы көріп тұрсыздар. Регистанды. Міне мынау оң жағымыздағыда ол кезінде Ұлықбек осы Самарқанды билеп тұрғанда салдырған екен. Ал сол жағымыздағыда Жалаңтөс Бахадыр салдырған. Бұл біздің былайша айтқанда ата-бабаларымыздан қалған мұра деп айтсақ болады. Бүгінде туристер өте көп келеді. Тіпті өзбектердің өзі көп келеді. Мына жақта міне көріп тұрсыздар. Мына жақта да Самарқанға келген турист ең бірінші баруы тиіс жер Регистан. Мұнда Самарқанның атақты 3 медресесі орналасқан. Екіншісі Әмір Темір кесенесі. Әмір Темірді өзбектер теңдессіз қолбасшы санайды. Монғолияға барғанда алдымнан тек Шыңғыс хан шығып еді, мұнда Әмір Темір. Ал Әмір Темір кесенесі ішіндегі әдемілігі мен көздің жауын алады. Біз қазір мына Әмір Темірдің кесенесіне келдік. Міне артымызда тұр. Негізі бұнда ол өзіне арнап салмаған, немересіне арнап салған. Ал қазір біз оның ішін көріп, қабірлерін, жалпы жатқан жерін көреміз. Бұнда атақты жаңағы көк тас бар. Сонымен қатар бұл кесененің реставрациясының өзіне бәленбай килограмм алтын кеткен. Ішінің барлығы алтыннан жауатылған деп айтсақ болады. Қазір оны өздеріңіз бізбен бірге көресіздер. Билет алып алайық. Міне біз билет алдық. Бағалысы 22 000 сом, бізше 900 теңгенің айналасында. Қазір енді мына Әмір Темірдің кесенесіне қарай кіреміз. Мына жақта бізге ағалар әртүрлі нәрсені ұсынып жатыр. Басқа да көрікті жерлерге апарамыз дейді. Оны қазір ойланып көреміз. Міне мынау қара тас, ол жатқан Әмір Темір. Ал мына жақта міне Ұлықбек жатыр. Жанында немересі. Былайша айтқанда жарты әлемді жаулаған Әмір Темірде осылай бұны 1 метр, 2 метр жерде ғана жатыр. Міне іші сондай алтындатылған. Сонымен қатар Самарқан палауымен, нанымен мақтанады. Екеуін де сүйсініп жедік. Әсіресе палауды Өзбекстанның ең үздік аспаздың қолынан жеу бұйырды. Ол дәмді палауды әуежайға баратын жолдан табасыздар. Біз қазір Самарқанда Самарқан палауын жеуге келдік. Міне мұндай палау Самарқаннан басқа ешқай жерде жасалмайды деп айтты бізге. Мұнда міне арнайы күріштің арнайы түрі қолданылады, басқа сорты. Сонымен қатар міне өздеріңізде көріп тұрсыздар, сәбіз 4 бұрыштап туралады және еті көбірек болады. Бұл нағыз Самарқан палауы. Егер Самарқанға келсеңіздер, міндетті түрде өздерінің осы жақтың палауының дәмін татып көріңіздер. Тіпті бұл бізде де мен кездестірген жоқпын. Қазақстанда да мұндай палауды. Қазір енді дәмін көреміз. Беймірал. Міне қазір мен дәмін татып көремін. Қандай екен? Дәмді, өте дәмді. Сосын тағы бір байқағанымыз, бұл жақта көбінесе әйел адамдар мүлде келмейді ма тамақтануға, сондай нәрсе екен. Мысалы біз отырған мына жерде тек ер адамдар отыр, тамақ ішіп. Былай қарай жүрулер. Мына жақта. В общем, дәмді палау. Самарқанда тағы бір туристер баруы тиіс жер, ол әрине Ұлықбек обсерваториясы.
Өйткені өздеріңіз де жақсы білесіздер, Әмір Темірдің атақты немересі Ұлықбек үлкен ғалым болған. Сонымен қатар оның өзінің жеке обсерваториясы болған. Күннің, жұлдыздың айналу жүйесінің бәрін сол заманда анықтаған ол Ұлықбек. Міне сол Ұлықбектің обсерваториясына келдік. Мұнда музейі бар және обсерваториясынан қалған бір қалдықтар деп айтуға келсе, соны көретін боламыз. Қазір бірге жүріңіздер. Одан кейін баруыңыз тиіс жер Ұлықбек обсерваториясы. Ұлықбек мен ерекше қадірлейтін тұлға, Әмір Темірдің немересі. Ұлықбек обсерваториясына билет алдық. Мұнда да 22.000 сом екен. Қазір осыған музейіне кіретін боламыз. Ол туралы қызықты деректер өте көп. Ал Ұлықбектің обсерваториясы мен музейін, салдырған медреселерін көзіммен көргендегі әсерді сөзбен жеткізе алмаймын. Есіме баяғы бала кезімде Ұлықбек туралы оқыған кітап түсті. Ұлы ғұламаны өлтіріп кеткенде баламын ғой, кәдімгідей жылаған ем түнгі 2-де. Бір күнде обсерватория кезіндегі Ұлықбектің. Осында ауа райын болжаған. Самарқандағы соңғы аялдама ол Шахи-Зинда мемориалдық кешені. Мұнда 11-12 ғасырға тиесілі сәулет өнерінің небір туындылары бар. Қазір көреміз, және мұнда Самарқанның атақты адамдары жерленген. Сонымен қатар ислам дінінің мықты ғұламалары, тіпті бір сахабаның өзі осы жерде жерленген деп айтылады. Оның қазір қаншалықты шын өтірігін ішіне кіріп көретін боламыз. 3 билет алдық. Бағалары 10.000 сом. Бізде бір 500 теңгенің айналасында 400 теңге ғой. Шахи-Зинда. Мұнда негізінен Самарқанның атақты адамдары жерленген. Біздің Алматыдағы Кеңсай секілді ғой. Ішіндегі ең атақтысы Құсам ибн Аббас көрінеді. Одан өзге де қаладан 30 шақырым жердегі Имам әл-Бұхари мемориалдық кешенін көруді Самарқанға бара жатқанда бірінші көздеген едім. Көтерілген оңай емес екен. Айналасында, иә. Біздің түсінгеніміз, мұнда Шахи-Зиндада, мұна жан-жағымыздың бәрінде маузолейлер, осында 11-ші, 12-ші, 13-ші ғасырларда өмірден өткен адамдар негізінен жерленген екен. Іші сондай әдемі, мұнда тамашалап келушілер де көп көрінеді. Бізге ұнап жатыр. Самарқанға келсеңіздер, Шахи-Зинданы көрмей кетпеңіздер. Қазақстандан ба? Қазақстан. Ислам әлемінің атақты ғұламасы Имам әл-Бұхаридің жатқан жерін зиярат еттік. Алайда одан белгілі бір себептерге байланысты видео болмады. Сол секілді көне Афрасияб қаласы мен Қожа Данияр мавзолейінде көрдік. Мен жаңа сіздерге айтқан сахаба осы жерде жатқан сияқты, мұнда Құсам ибн Аббас туралы хадис берілген пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның. Қазір ішіне кіріп көреміз. Дәл осы жерде секілді. Өйткені мұнда және жәннаттың есігінен тек шыншылдар, ізгілер кіреді деген жазылып тұр екен. Біз қазір Құсам ибн Аббас кешеніндеміз. Мына жерде ол туралы айтылған, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның жақын досы болған және сахабасы. Сонымен қатар ол Орта Азиядағы ең алғаш ислам дінін жаюшылардың бірі. Осында жерленген көрінеді. Жалпы осы Самарқан қаласы қатты ұнады. Тарихи ескерткіштерді көріп, ерекше әсермен қатар біраз жерге жетер шабыт жинап қайттық. Ал сіздер соңғы рет қай елде болдыңыздар? Ол жақ несімен ұнады? Комментарийде жазыңыздар. Каналыма жазуды ұмытпаңыздар. Келесі саяхатта кездескенше.